Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер екінші сабақты код жазуды бастаймыз. Өткен сабақтағы мына диаграмма естеріңізде болса, осы диаграмманы кодқа түсіріп бастаймыз. Сайттың бастапқы кодын жазу үшін операциялық системаңызда кез келген жерінде projects деген папка ашамыз. Яғни бұл папка менде бар. Сол үшін сол папкаға өтем. Ашқасын сіздер де өтесіз. Сосын осы жерде біздер өзіміздің кодымызды жазып бастайтын боламыз. Бұл курс macOS операциялық системасында жазылып жатыр. Яғни бұл кодты сіздер тіпті Linux пайдаланатын болсаңыздар, Ubuntu немесе Mac Unix системасын пайдалансаңыздар да бірдей командалар жазатын боласыздар. Тек Windows кезінде кішкене өзгешеліктер болуы мүмкін. Егер де сіздер де қиындық болып жатса, Windowspен сіздер Ubuntu терминалын Windowsқа орната алсаңыздар болады. Енді біздер проекттердің негізгі папкасын аштық. Осы жерде тағы да бір папка ашайық. Оны мен суреттер деп жазатын боламын. Суреттер дегеніміз, яғни Instagramның қазақша түрі болғандықтан суреттер деп қойдық. Осы жерде touch деген осы жерде файл ашамыз. requirements.txt. Біз бұл жерде бізге керек библиотекалардың версияларымен сақтайтын боламыз. Осы суреттерді жалпы енді Visual Studio бағдарламасында ашайық. Ол үшін код деп жазамыз. Код және нүкте. Ең бастапқы шарт, бұл сізде Visual Studio Code бағдарламасы орнатылған болу керек. Сосын егер мекінде жұмыс кеңістігі керек болатын болса, сіздер YouTube арнада жаңағы бастапқы жұмыс кеңістігі туралы видеоны көріп алсаңыздар болады. Мына жерге алдымен Django-ны жазайық. Біз жаңа соңғы версиясын сайттан көрдік. Ол 5.04. Және Django REST Framework-ты бізге подсказка көмектесіп тұр. Ол подсказка, яғни GitHub-тың Copilot деген қосымшасы. Ол қосымша ақылы тұрады. Және мен осыны пайдаланатын боламын. Django REST Framework installation-ға өтеміз. Егер сіз қандай версиясын пайдаланарын білмесеңіз, бұлай жасаймыз. Біз осы жерде әзірге керек екі библиотекамыз жазып қойдық кітапхананы. Және осы жерде біздер Python арқылы виртуалды орта құрамыз. Осы виртуалды ортаға көшеміз және оны жүргізу үшін нүкте venv bin activate деп жасамыз. Кейбір жерде нүкте пайдаланасыздар, кейбір жерде source деп жазсаңыздар да source. Бұл команда жасайтын болады. Келесі, біздер осы виртуалды ортада жаңағы Django мен Django REST Framework-ымызды қондыратын боламыз. Үшін pip install -r деген, егер сізде requirement-те көп кітапханалар болса, соның барлығын кезек-кезек жасайтын болады, қондыратын болады. Сол үшін -r-ді көрсетеміз. requirements.txt. Django-ның соңғы версиясын жазып жатыр және Django REST Framework-ты жазып жатыр. Бұл жерде біз көріп тұрғанымыздай Django REST Framework-ның қазіргі соңғы версиясы 3.15. Біз осылай осы жерге 3.15 деп жазып қойсақ болады. Соңғы бөліміне минор версиясына сіздер жұлдызша қойып қойсаңыздар болады. Яғни кез келген жаңартулар шыққан кезде сіздер осылай қайтадан библиотекаларды қондыратын болсаңыздар, сіздерде автомат түрде жаңартылатын болады. Ал егер сізде мысалы 4-ші версия болып тұрып, бірінші саны 4 болып тұрып, бірден 5-ке секіріп кететін болсаңыздар, онда сізде кодыңыз сынып қалуы мүмкін. Сол үшін тек қана минор версияны автоматты түрде қойған дұрыс. Себебі сәйкестік, яғни бағдарламалаудың ішінде бір функциялардың немесе тағы да басқа кодтың бір-бірімен сәйкестігі өте маңызды. Сол сәйкестік
сіздің кодыңызды бұзбау үшін сіздер тек бір версияны ғана пайдаланасыздар. Ал егер жаңа версия шыққан кезде оны бөлек кодпен өзгертулер жасау керек. Так, біздер Django-ны жазып алдық. Енді бәріміз Django проектісін қосайық. Ол үшін яғни документациясына барамыз. Және мына жерде туториал деп тұр. Осылай бастаймыз. MySite-ның орнына біздер суреттерді жазамыз. Міне суреттер деген папка ашып берді. Біздер мына жерде суреттер және суреттердің ішінде тағы суреттер болып кетті. Біздер сол үшін мына сыртындағы суреттерді кетіріп тастай берсек болады. Ол үшін мынаны пока ішіндегі контентті сыртқа көшіріп алып шығамыз былай. Және мына суреттер 1 дегенді кетіріп тастаймыз. Так, бізде енді суреттер деген Django проекті пайда болды. Оны жүргізу үшін жай мына команданы көшіріп жүргізсек болады. Міне біздер жасап тұр. Ашамыз. Міне бізде Django қосылды. Және ол жерге біздер Django REST фреймворкты қосу үшін келесі команданы басамыз. Қостық. Так, мына жерде қосымша, яғни кітапханалар жазып алсаңыздар болады. Бізге әзірше керек емес. Яғни біздер осыны қондырғаннан кейін REST фреймворк деген мына жерде суреттердің ішінде settings Python ішінде installed apps, міне осыны таптық. Және осының үшінші типтегі кітапханалар үшін бөлек. Мысалы, пробел тастап кетсек болады. Сол кезде кодымыз түсініктірек болады. Енді келесі URL паттернсқа мысалы мынаны қосып көрейік. Бұл жай ғана мысал. Біз қазір жасап тұрған жоқ па, соны көру үшін жасап жатырмыз. Мына қасына так, бірінші include деп Django-дан include дегенді қосуымыз керек. Яғни URL-стан include қосамыз. Және мұнда кіреміз. Енді API aus деген жолға өтетін болсақ, міне логин және логаут деген екі ветка тұр. Міне мына жерде логин бар. Мына жерде логаут. Логаут көрінбейді. Так, логин жасап тұрған жоқ па тексеру үшін алдымен бірінші барлық ішіндегі мына application'дар, яғни қосымшалардың миграцияларын жасайтын боламыз. Migrate командасымен. Содан соң create super user деп email адрес жазбайым пока. Пароль 1-ден 4-ке дейін. Бұл әзірге тест үшін, егер сіздер продакшнда қолданатын болсаңыздар, қиын пароль қою керек. Так, біздер пользователь создать еттік. Енді бұл жерге кіріп көрейік. Бұл жасамай тұр, себебі біз серверімізді қоспай қалдық. Run серверді қосамыз қайтадан. Міне. Accounts profile, яғни бізді кіргізді. Мысалы, админға өтсек, міне біздер автоматты түрде кіріп тұрық. Білмеймін, негізі бұл мақсатымыз бұл нәрсе емес. Біз осы REST фреймворк қосылғанын көріп тұрмыз. Ендігі кезекте сіздер GitLab қосымшасына тіркеліп алсаңыздар болады. Қазір менде жаңа аккаунтпен тіркелетін болам. GitLab біздің браузеріміз тексереді және так, ары қарай өткізеді. Мен мына жерде Google арқылы кіру дегенді таңдаймын. Бұл жерде қабылдаймыз және яғни Google-дың шарттарын қабылдаймыз. Так, бексек кенгуруды табамыз. Так, verification код. Және почтамыз тексереміз. Мен қазір бұл кодты видеосыз қосатын болам. Яғни сіздер почтаңызға келген кодты осы жерге қоясыздар
және сіздерде верификация процесі өтеді. Сосын біздер next басамыз. Яғни обновить етсе болады. Мына жерде енді өздеріңіз туралы таңдайсыздар. Мына жерде роліңіз таңдайсыз. Мына жерде өзіңізге керек батырмаларды басыңыздар болады. Яғни мен мына жерде өзім пайдаланамын деп белгілеймін. Және мына жерде маған ешқайсысы керек емес. Continue дегенді басам. Яғни мынау обязательный нәрсе екен. Яғни жаңа проект бірге ашатын боламыз. Group name, мысалы біздер группаның атын суреттер деп қойсақ болады. Проекттің атын сурет. Тоже суреттер, мынаның атын онда суреттер group деп қояйық. Оның группа екенін көрсетіндей. Так. Менде міне жаңа проект ашылып жатыр.